кезде қазір іздейтініміз сәлем түсуден бастаймыз. Қазір көреміз, ортаға шығамыз және қарама қарсы бір-бірімізбен тұрамыз. Қарама қарсы бір-бірімізбен. Енді біріншіден сіздерге сурет көрсетемін. Суретте мында қол. Бір-бірімізді амандасамыз. Бір-бірімізге күлеміз. Мына біздің күннің көзі. Күннің көзінде біз осылай амандасамыз. Қолымызды қоямыз, алақанмен және алақанның сыртымен. Солай амандасамыз. Және мынау бізде жүрек. Бір-бірімізді құшақтаймыз. Өте жақсы сәлемдесіп болды. Қазір тұра беріңіздер. Мен қазір сіздерге гүлді болған тем суды сіздер аласыздар. Және мынау гүлдің артында сіздерге сұрақтар бар. Сол сұраққа сіздер жауап бересіздер. Енді қазір отырамыз, көкөлдеміз отырайық. Отырып. Енді қазір бізде Сұлтан Мұхаммадтың мамасы бастаңыз. Сұрақты айтасыз, соған жауап бересіз. Балаңыз спорттың қандай түрі жақсы көреді? Менің балам жақсы көреді қандай спорт. Жүгіріп, секіруге, подвижный образ. Өте жақсы. Бала тәрбиесі үшін отбасы жауапкершілігі басында, әлеуметтегі жауапкершілігі басында. Меніңше тәрбие барлығы ата-ананың үлкендерге біріншіден бірінші өзіміздің басында ата-анадан. Сосын мектеп ол білім береді. Тәрбие жағынан меніңше ата-аналар. Өте жақсы жауабыңыз. Сіздің бойыңызда, сіздің ойыңызша қандай жақсы қасиет бар? Балаңызға қандай қасиет бар? Балаңыз? Иә. Орысша айта берсем болады? Иә, білесің. Он шустрый, добрый. Активный, барлық жерге қатысқысы келеді. И любвеобильный. Жақсы көреді вообще. Адамдарды тез үйреніп қалады адамдарға. Мысалы апайым вообще любит безумно. Голосовые слушать, может фотографии, может смотреть. Өте жақсы елдің мамасы. Балаңызға қашқанғанда ең алдымен аузыңыздан қандай сөз түседі? Просто айтамын, ұят ма? Қалай конфликт? Балаға не істеп қояды? Балаңыздың ең жақсы досы кім? Менің енді 3 балам досымда оқиды. Әрқайсымыз сыныбымен достасақ, көбін Айбек туралы беріп қояды. Иә, Айбек туралы айтасың, Айбек. Айбек көбінде Амира дейді ма? Амира. Сонымен көп достасыз. Балаларыңыздың игілік істер істесе, оларды қалай мадақтайсыздар? Мен өзім бірінші сынып оқушыларымды айтайын. Егер мысалы оқушыларым ішінен бір бала жақсы істесе, мен оның барлық оқушылардың алдында дәріптеп, қандай игі іс жасағанын айтып түсіндіріп, және қалған оқушыларды соған шақырамын. Өте
жақсы, өте жақсы. Енді бізде қазір келесі жаттығуымыз алақан. Осы алақан жаттығуына сіздер балаларыңыздың жақсы қасиеттері жазасыздар. Жас болдық па? Көдеріңіз? Ал енді сізден бастаймыз. Айлы саусақты айтып айтасыз. Менің балам адамгершілігі мол, мейірімділік, ұлтшылдық, тәртіпті бала, қамқорлы бала. Өте жақсы. Менің арманым мейірімді, ақылды, бауырмал бала, ақкөңілді, бірақ енді тез ренжіп қалады. Қалай айтатынын білмеймін енді қалай. Тез ренжіп қалады. Абай да білетін шығар. Сен бірден айтсаң, тез ренжіп қалады. Оны да жасыруға керек емес, ондай баламен. Тимур ақылды, сүйкімді, білімді, батыр. Өте жақсы көрді. Ернұр жақсы көмекші, айтқан тілді алады, мейірімді, жуас, ақылды. Айбек бізде ақылды, сосын мінезі жуас, несі жоқ. Бауырмал, інісін жақсы көреді. Көмекші, көбінде үйде көмектескен жақсы көреді. Мен істейінші, көмектесейінші. Мейірімді, қасындағы достарына да, інісіне, әпкесіне. Ең сүйкімді қыз енді үйде. Өте жақсы. Бауырмалыңыз. Сыныптағы балаларым бауырмашыл, барлығы ақылды, тіл алғыш, кез келген нәрсені айтқанда бірден қағып алады. Кішіпейіл, әрдайым коридорда болсын, барлық адаммен амандасып, қайта-қайта амандаса береді. Сосын әрдайым көмекке дайын. Мысалы, біреуде қала болмай қалса, екіншісі береді, сондай. Мейірімді. Өте жақсы. Михаил ата, сізде міне мынау жақсы қасиетін жазыңыз балаңыздың. Енді мен сіздерге қазір екіншіден беріп, қағазбен оған сіздер жаман қасиет жазыңыздар. Саусақ, өздеріңіз саусақ едіңіздер, соған жаман қасиеттеріңізді жазыңыздар баладан. Қандай қасиетті сіздер өздеріңіз беріңіздер. Жас болдық па? Бастаймыз ба? Енді Лаура оған бастайық. Жаман қасиет деп айта алмаймын енді. Барлық адам кемшіліктері болады барлық адам. Соны түзету мақсатында менің балаларым белсенді болса деп ойлаймын. Әрдайым белсенді болса. Кейде олар үйден дұрыс ұйқысқанбай келе ма, ұйықтап отырады. Және жауапты болса, тапсырмаларды уақытылы орындап жүрсе. Және ұмытшақтық қасиет кейбір балаларда бар. Ол әрине үлкендерге де тән қасиет, сондықтан ұмытшақтықты кішкене жою керек деп ойлаймын. Енді ондай жаман қасиеті жоқ, жаман бала болмайды. Енді өзімізге байланысты тәрбиеде бәрі. Бір несі, бір қасиеті бар, кейде кітапты
теріс оқып кететін. Да? Оқып келе жаттым теріс оқып, соны кішкене енді үйде қадағалаймыз, мұғалімдер қадағалап енді оқытады. Ондай жаман қасиет. Кейде бір әпкесімен бір ұрысып қалатыны бар. Ол қыздар арасында болатын сияқты, өзіміздің басымыздан өткен. Өсе келе тату болатын деп ойлаймын. Сол ондай жаман қасиеті жоқ. Бізде ернардың жаман қасиеті ол мысалы тақ жатайды үйде жатаймыз 2 күн 3 күн жатамыз, бірақ сабаққа келгенде білмей бір ұмытшақ қасиеті бар. Ол тез ұмытып қалады бәрі. Сосын жауапкершілік жағы бар, бірдеңе айтсаң жарайды, сосын ұмытып қала береді. Сол жақ қасиеттері сондай. Сабақ жағында тоже ондай қасиетті нелер бар. Ужасно Тимур еркелігі көп. Кішкене азайту керек уже жүрсін, хабар болып біз әлі себе чувствует маленький. Сол үшін эгоист написал, потому что, ну, екі балаға қарағанда, Ильяс пен Тимурды если сравнивать, вообще небо и земля. Потому что Тимур үйреніп қалған, что ол кішкентай, что оған все можно. Сосын бір жерде отыра алмайды, сабақта да солай шығар. Вообще отыра алмайды, и телевизор көре алмайды, мысалы диванда отырып мультик көру деген жоқ, ол жерде де жатады, анда да секіреді, мында да жүреді, осылай, вообще бір жерде отыра алмайды. Туғаннан солай. Ну и бандит деп жазбайды. Ұлдармен часто, может, не знаю, солай айтады, бізде өз бандамыз бар деп. С одной стороны, это мальчик, так и должно быть. Енді менде жаман қасиеті деп білмеймін, енді өзімше енді ұялшақтығы бар, ұялады, айтқысы келеді, бірақ өзім тартқан шығатын ұялшағы бар и қорқынышы бар, қорқақтайды. Бір жерге бару деген енді өсе келе үйреніп шығар деп ойлаймын, енді өзімше енді ұялшағымен қорқынышы бар. Сол бар менде. Және әрине әліппе жағынан кішкене жақсы оқыса деп ойлаймын. Сабағынан әліппеден біз қиындамыз, апайы біледі өзі. Жалпы енді үйдің үлкені, өзім бәрін жауапкершілік бәрін біледі, екі баланың бәрін өзі қарайды. Сондықтан енді өзімше енді жаман қасиеттер осыларды айтып білемін. Он ранимый, он неконфликтный, баламен жақсы ойнайды, берекесін береді, но если, например, кто-то обидит, он переживает, мама келеді, мама, почему услай, услай, так же нельзя, он как это близко принимает к сердцу, но и когда объясняешь, потом отходит. Енді қараңыздар, ата-аналар, сіздер жақсы қасиет жазғанда қандай сезімде болдыңыздар? Сөздерді тез тауып алдыңыздар ма? Менің балам осындай. Да, Жаман қасиетті жазғанда қиыншылық болды. Сондай біздің балаларымызда бар, соны бізге жою керек. Енді қазір біз жаман қасиеттер умаждап қазір мынау шелекке тастаймыз. Осымен біздің балаларымыз жаман қасиеті кетсін. Умаждап тастаймыз. Ал мынау жақсы қасиетті сіздер үйге апарып, мен холодильникқа қосып қойыңыздар. Осы сіздердің балаларыңыздың жақсы қасиеттері, оны ұмытпаңыздар. Әрбір үйде балаң айтып отырса, бала және өзі оқысын. Мен осындаймын қойдым. Енді қараңыздар, енді мынаған мына жерге 3 топқа бөліну керек. Лаура, сіз Динарамен барасыз ба? 3-ші топқа? Мынау ендігі бізде келесі жаттығуымыз, ол бізде ағаш. Енді сіздер білесіздер өздеріңіз. Тамыр ол біз. Ата-анамыз, тамыр ол отбасы, ата-ана. Біз балаға тәрбие береміз, білім береміз. Және бүкіл үйретеміз ғой. Енді ол бізде діңгек болады. Және жапырақ болып өседі. Біз оған қандай тәрбие береміз, баламыз солай болып өседі.
мектебі егер де соған ұқсас па сондай болу керек па сізде жабыстырасыздар. Жапырақ болу үшін бала қандай болу, біз қандай тәрбие береміз? Баланы неге үйретеміз? Şuradan götürürsün, götürürsün. Sağ ol. Bak, Çocuk yapmayın, bir numara. Burada oturasız da kaçtım. Dinledim. Çalıştırasız. Я. Блин, вкусно, вкусно. Al endi biz ta'mirdan boshlangik. Siz Үлкенге ізет, кішіге құрмет, ортақ қызығушылық, әлеуметтік жағдай, бос уақытыңызды бірге өткізу, махаббат, сенімділік, тәртіп, ауызбіршілік, мейірімділік, сырт көзге үлгі болу, шынайылық, береке, мықты денсаулық, қамқорлық, отбасылық сыйласымды қарым-қатынас, ағайындарына, достарына ашық есік, ата-ана, отбасының үлгісі. өте жақсы осындай болып бармыз да біз өзіміз. Егер біз өзіміз сондай болсақ, біздің балаларымыз да сондай болады. Діңгек сіздер. Енді осы қасиеттерге сүйене отырып, біздің балаларымыз бәрі берекелі болу керек, қамқорлы болу керек, сенімді бір-біріне мейірімді, махаббат болу керек, жылы өздеріне, шынайы болу керек деймін. Сосын ауызбіршіліктері бір болсын деймін. Жапырақтары осындай как тамырынан бастап, с корнем, получается, на выходе шынайлық, мейірімділік, үлкендерге ізет, кішіге құрмет, қамқорлық, берекелік, ағайындарына, достарына ашық есік, бос уақытта бірге өткізу, ауызбіршілік, тәртіп, сенімділік, мықты денсаулық. Енді біз бүкілдері тәрбиемен айналысында, тәрбиені балаға жақсы берсе, біздің балаларымыз осындай жапырақ болып, жақсы болып өседі. Енді бізде келесі жақтымыз, ол бізде сауалнама. Сауалнама сұрақтарға жауап бересіздер. Өздеріңіздің аты-жөніңізді жазсын. Бірінші, балаңыз бос уақытында немен айналысады?
В әртүрлі жұмыстармен. Д далада қозғалыс ойындармен. Компьютер А, да, жұмыстан. Компьютер А, екінші сұрақ. Сіздің ойыңызша балаңыздың күнделікті сабаққа әзірлігі қандай? А. Жоғары, Ә. Орташа, Б. Төмен. Үшінші сұрақ. Балаңыздың қай кезеңі сізге қиынға соғады ма? А. Сәби, Ә. Балалық шақ, Б. Жеткіншек. Төртінші сұрақ. Отбасында бала тәрбиесімен кім айналысады? Әкесі, шешесі, әжесі, әке шешесі, бала күтушісі. Мұнымен қысқаша. Тағы оқиын ба сұрақты? Бесінші сұрақ. Балаңыздың сабақ оқитын жеке бөлмесі немесе бұрышы бар ма? Иә, жоқ. Алтыншы сұрақ. Соңғы. Тәрбие мәселесі жөнінде қандай тақырыпта әңгімелесуді қалайсыз? А. Психолог маманмен, Ә. Баланы тәрбиелеудегі тиімді әдістер, Б. Үй жұмысына көмектесудің кейбір тәсілдері. Алтыншы сұрақ. Тәрбие мәселесі жөнінде қандай тақырыпта әңгімелесуді қалайсыз? А. Психолог маманмен, Ә. Баланы тәрбиелеудегі тиімді әдістер, Б. Үй жұмысына көмектесудің кейбір тәсілдері. Okuyayım жазып. Енді бізде келесі жаттығу, ол бізде сиқырлық қобдиша дейді. Маған ішінде сұрақтар бар, сізде сол сұрақтарға жауап бересіздер. Қазір айтасыздар, өтірік. Біз әйгерімнің анасынан бастайды. Сұраққа жауап. Балаңыз сыныптағы бір баламен тіл табыса алмай жүр. Балаға қандай кеңес берер едіңіз дейді. Егер тіл табыса алмай жүрсе, жақын дос бол деуші едім ол баламен. Немесе мұғаліміне айтып, мұғалімнен кеңес сұрар едім. Не үшін ол тіл табыса алмай жүрген? Өте жақсы Ернұрдың анасы.
сіздің балаңыз сыныптағы жақсы оқитын оқушылардың бірі. Алайда бір күні сынып жетекшісі үлгерімі нашар оқушылармен алып қалды. Сіздің іс-әрекетіңіз? Ештеңе етпеймін, вроде жақсы, қалдырсам. Бірақ та, как сказать, Қош айтайын. айта беріңіз. мен іс-әрекетім, если енді апайдың несіне қарап бойынша қалдыру керек болса, қалуға болады. Апайдың қарауына бойынша. Сіз апайдан сұрайсыз ба, неге солай болды сіздің балаңыз? Жақсы оқып түсіп қалды. Ол неге түсіп қалды? Мүмкін ортада бір ортаға бейімделмей жүр ме балаңыз? Немесе үйде бірдеме болды ма? Балам бір тақырыбын түсінбеген шығар. Түсінбеді, сіз үйде баламен жұмыс жасайсыз ба, үй жұмысын түсіндіріп? Жақсы. Тимурдың анасы? Балаңыздың өнері, қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі бар екенін қалай анықтауға тырысасыз? Наблюдение, сыртынан қарап жүресің, по-любому баланың неге қызығушылығы бар. Мысалы, спортқа ма, музыкаға ма. Сосын өзінен сұраймын, әрине. Мысалы, бір мектепте қандай да бір шара болса, мұғалім сұрайды, кімнің баласы қатысады. Олар уже біліп тұрады, кажется, класста не болады, келіп айтып, мен қатысайыншы деп, сол өзінің айтқанынан, өзімді сұраймын деп қолымдына жетекейсіз балаңызды. Мысалы, спортқа қазақша күреске өзі барам деді. Өзінен де сұрайсың, сыртынан да болса қарайсың. Мысалы, кейбір балалар, мысалы, музыкаға нетпейді, хотят, но не могут, или у них не получается. В общем, по его этому, по состоянию. Ну и өзінен в основном, что его интересует. Өте жақсы. Баламен сөйлесу, білу де үлкен өнер. 4-6 жастағы бала көбіне көптеген сұрақтар қоятын көрінеді. Мысалы, түнеге қараңғы, күн қайда кетті, ұшақ қалай ұшады деген сияқты таусылмайтын сұрақтар көп. Сіздің балаңыз да сондай сауалдарды көп қоятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, әлде елеусіз қалдырасыз ба? Әрине, сұрақтар қояды, күнде мыңдаған сұрақтар болады. Әрине, жауап беруге тырысамыз, екі жақтап, үш жақтап көмектесеміз, тырысамыз бәріне жауап бергенге. Сондықтан елеусіз қалдырмаймыз, әрине. Жауап береміз, жағымыз келгенше. Балалардың сұрағын көп енді. Ана неге осылай, бала неге осылай деп. Үш жақтан келгенімізде. Өте жақсы. Сізге мектептегі мұғалімдерден сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады деген бірнеше шағым айтылады. Тағы көрші ата-аналардан да біздің баланы ұрды деген сөз естуге тура келеді дейді. Не істейсіз? Біріншіден мен баладан сұраймын, потом противоположную сторону кім виноват, разбираться керек. Если менің балам виноват, мен оны кешірім сұраймын. И та сторона тоже, потому что в любом конфликте всегда две стороны виноваты. Потому что кто-то задирает, другой отвечает. Так. В любом случае надо поговорить, но не ругать, не кричать. Спокойно поговорить, рассудить. Өте жақсы. Кейбір ата-аналардың баласының әрбір іс-әрекетіне көңілі толмай, сен сала алмайсың, сен істей алмайсың деп айтып жататынын байқаймыз. Бала іс-әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз? Менің ойымша, баланың іс-әрекетіне ешқашан да теріс баға бермеу керек. Себебі бала ол енді үйреніп келе жатқан бүлдіршін. Ол кез келген жерде қателеседі. Мысалы, ойдағысы дұрыс, ойдағыдан шықпай қалуы мүмкін. Сол кезде керісінше оған қолдау көрсету керек. Біздің осы тренинг аяқталды. Енді қазір біз бір-бірімізге рефлексия дейді ғой. Енді осындай тренингта сіздер қандай көңіл күй алдыңыздар, не алдыңыздар, сол кішкене бір-бірімізге тілек айтамыз. Мен енді
білесіздер да паутина болады. Паутина шығу керек бізде. Енді мен ернұрға берем, ернұрдың мамасына берем, тілек айтып. Енді осы тек қана мен сізге тілейтін, біз бірлігіміз болсын бізде. Тату тәтті болады. Денеміз сау болсын. Мен бәрімізге сабырлық тілеймін. Мен барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бүгін тренинг мен үшін өте қызықты өтті. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осы бірінші сыныпты қалай бастадық, осы 11 сыныпқа дейін осылай жетеміз деп ойлаймын. Ешкім ешқайда кетпей, осы мектебімізде тату тәтті тірлік бастай болайық. Маған да бүгінгі тренинг өте ұнады. Тек қана жақсылықпен осылай кездесейік. Мен сіздерге бақыт тілеймін. Жалпы құрметті ата-аналар, мен біраз тренингтің басынан болмадым. Жалпы мен ойлаймын, бізде Батыржан мұқағана сіздермен біраз жұмыстар өткізді. Сіздер өздеріңіз балаларыңыз туралы біраз ақпарат бердіңіздер, өздеріңізге де жаңа ақпарат алдыңыздар деп айтқым келеді. Сіздерге жаңа айтып өткен сабырлық, шыдамдылық, 11 жыл бойы бірлікте болыңыздар. Және бұл жерде мен сіздерге бір кішкене ескерту сақылдай өткім келеді. Бізде Лаура мұғалім, кешіріңіз, Ерікбаева. Біздің түлегімізді 11 жыл бізде